Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл ерер, сочный болып шығатын манты әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы суға 1 шай қасық тұз салып, тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін ұнға 1 жұмыртқа қосып, суды біртіндеп қоса отырып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Мантаның жақсы болып шығуы осы қамырға да байланысты, сондықтан да жұмсақ та емес, қатты да емес қамыр дайындаймыз. Қамырдың иығанғанша жарты сағатқа қоямыз. 15 минуттан кейін бір мытып қойыңыздар. Иығанғанша салмасын дайындаймыз. Бізге қажет ет, картоп, пияз, тұз және бұрыш. Етті ет тартқыштан өткіземіз. Қойдың құйрығын майын қоссаңыздар, өте дәмді және майлы болып шығады. Сондықтан қойдың майын қосуға кеңес беремін. Кейін картопты ұсақтау етіп видеодағыдай тураймыз. Картопты өз қалауларыңыз бойынша қоспалауыңызға да болады. Кейін пиязымызды да дәл осылай ұсақтау етіп тураймыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Иығанған қамырды оқтаудың көмегімен жайып, жайған кезде өте жұқа болмау тиіс және де қалың болмай орташа етіп жайыңыздар. Осылай 4 бұрышты кесіп, ортасына салмасын салып, мантыларды түйеміз. Дайын болған мантыларымызды мантаварканың табақтарын майлап 40 минуттай пісіреміз. Манта өте дәмді болып шығады және де бір-біріне жабыспай, жыртылып қалмайды. Сондықтан осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.